Европада кәсіби скрипкалар кем дегенде 5.000-10 мың евродан басталады. Домбыра кем дегенде, мысалы, менің ойымша $1000 тұру керек. Домбыраның дәрежесінде проблема жоқ. Қазақ домбыраның дәрежесін біледі. Нақты сұрақ қойып отырмын. Ең бірінші әлі сіздің нақты мақсатыңыздың жоқтығын көріп тұрмын да. Яғни өте шашыраңқы. Цех қанша домбыра шығара алады бір айда? 20-25 дейікші. 6.250.000 теңге тапсаңдар, қуаныштысың ба негізі? Қанағаттанасың ба? Қанағаттанамын. Мәселе сізде болып тұр. Сол домбыраны именно неге мен сізден қымбат алмай жатқаныма клиенттің. Бәрін өзім істеймін деген нәрсе болмайды. Еще өндірем, еще өзім сатам, еще танымал болам дейсіңдер да. Сондықтан қазіргі заман нағыз назар аудартушылардың заманы. Ассаламалейкум, құрметті YouTube каналдың көрермендері, қош келдіңіздер. Бүгін бізде алғашқы ерекше рубрика бизнес талдау. Яғни біз кәсіпкерлер шақырып, осы жерде шағын бизнестегі, микробизнестегі кәсіпкерлер шақырып, осы жерде менің көмекшім және сату саласының эксперті Мақсат мырзамен бірге біз кәсіпкерлерді талдайтын боламыз, олардың бизнестерін, қандай айтқан кезде проблема болып жатыр бизнесте, қандай қиындықтар болып жатыр, және сол қиындықтарға қатысты біз өзіміздің соңына қарай өз шешімімізді ұсынатын боламыз, достар. Сондықтан осы эфирді соңына шейін қараңыздар, кері байланыстарыңыз жаза отырыңыздар, ұнап жатыр ма, қалай болып жатыр. Егер алдағы уақытта сіздердің комментарийларыңыз көп болып, лайктарыңыз көп болып айтқан кездегі шынымен жақсы шығатын болса, сіздердің көңіліңіздерін шығатын болса, көп қаралым жинайтын болса, пайдалы болатын болса, біз осы бизнес талдау рубрикасын ары қарай жалғастыратын боламыз. Тағы да қош келдіңіздер. Ал ондай болса бастайық. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер, ең алғашқы кәсіпкеріміз. Есіміңіз Ерасыл мырза. Ерасыл мырзаны мен танымаймын, достар. Яғни бірінші рет көріп тұрмын өмірімде. Сондықтан бүгін өзім де сіздермен бірге танысамыз да, және бұл кісінің бизнесін кішігірім разбор талдау жасауға бастайтын боламыз. Ал Ерасыл мырза, қай қаладан немен айналысасыз? Бастаңыз. Ассалаумағалейкум. Ең біріншіден мен осы Алматы қаласынамын. Жалпы өзімнің мамандығым негізі кәсіби музыкантпын, бірақ қазіргі таңда домбыра жасаумен және де басқа музыкалық аспаптарды жасаумен айналысамын. Сол сізге келіп қалған жайымыз бар. Қош келдіңіз. Қанша уақыт болды айналысып жатқаныңызға? 10 жылдай болып қалды. Осы нақты осы іспен айналысып келе жатқаныма. Бұл кәсіпке былай келдім. Менің әкем негізі шебер. Мен сол әкеме бұл айтқан кезде сатуына көмектескенмін ең басында. Солай басталған? Иә, солай басталған. Сөйтіп енді уақыт келе өзім сол іске кірісіп кетіп деген сияқты өзімде бұл айтқан кезде енді кішігірім шебер болып кеттім деген. Қазір өздеріңізде цех бар? Индивидуальный болып келеді. Біз индивидуальный аспаптар жасаймыз. Кәсіби түрде аспаптар жасаймыз деген сияқты. Мысалы, кәсіби аспаптарды жасап сатамыз. Домбыра, тағы не бар, қандай инструменттер? Домбыра, жетіген, шертер деген сияқты, ұрмалы аспаптар. Қазір айына қанша клиент болады? Орташа чегі қанша? Соны бір айтып жіберсеңіз, иә? Бір цифрлар бір анықтап алайық, сол кезде бір белгілі болады. Былай айтқан кезде кәсібімде нақты бір статистика жоқ. Яғни қазір бизнесі цифрландырылмаған. Цифр жоқ. Иә. Өткен айда қанша ақша таптың жарайды? Былай айтайық, енді өткен айды оны бұл айтқан кезде еске түсіру керек. Мен осы айды айтайын, мысалы, дәл қазір бүгін мысалы айдың ортасы, сол айдың ортасына дейін шамамен 10 домбырадай жасап саттыңыз. Сатты. Қанша тұрады бір домбыра? Менде мысалы ең арзан домбыра 100 мың теңгеден басталады. Қаншаға дейін барады? 100 мыңнан бұл айтқан кезде енді шектеу жоқ. 10 домбыраның несін айтып беріңізші маған? 10 домбыраның қазір қанша сума көбіне сатылады? 100 мыңға ма, 200 мыңға ма, 500 мыңға ма? Қайсы көп сатылды? 200-300 мың деген сияқты сондай. Бұл 10 домбыра туралы сөйлесейікші, жарайды. Цифр болмаған екен. 10 домбыраның клиенті 10 адам қайдан келді? Сізді қайдан естіп келіп жатыр бұлар? Көбінесе немен, сарафанкамен келіп жатыр. Ол домбыраның мысалы сапасы жақсы болғандықтан, аккуратны жақсы жасалғандықтан бізге хабарласады. Яғни сарафанка арқылы келіп жатыр. Сарафанка. Енді арасында неменде әлеуметтік желі жүргізіледі ме? Әлеуметтік желі? Иә, жүргізіледі. Кім жүргізеді оны?
өзім Өзің жүргізесің. өзім жүргіземін. Қанша подписчик бар? Қазір 26.500 дейді. 26.500. 26.500 дейді. Нұрбек Әділбеков дейді, атындағы шеберхана дейді. Каспий халық. Клиенттеріңіз халық әртістері пікірлері бар екен, Иә. Жалпы осы өнерде жүрген кәсіби музыканттар ғой, бұл айтқан кезде көбінесе бізді іздеп келіп аспаптарымызды алатын. Жақсы. Енді сіз қандай нәтижеге жеткіңіз келеді? Көбісі ойлайды, домбыра деген андай жеңіл жасалатын аспап, сол үшін арзан тұрады деп ойлайды. Біздің бұл айтқан кезде қазіргі мақсатымыз домбыраны андай биікке көтеру ғой. Биікке көтеру и бағасын енді соответствующий жасау ғой, тұрарлықтай деген сияқты. Мысалы қараңыздар, Европада кәсіби скрипкалар кем дегенде 5.000-10.000 евродан басталады. Кем дегенде. Біздің мысалы көбісі айтады, домбыра неге қымбат, ол доступный болу керек деген сияқты. Мен мысалы өз басым онымен келіспеймін. Домбыра кем дегенде, мысалы менің ойымша $1000 тұру керек. Бірінші мақсатыңыз $1000 бастап қымбат домбыралар сатқыңыз келеді. Домбыраның құндылығын көтергім келеді, бұл айтқан кезде. Жақсы, құндылықты не үшін көтергім келеді? Дәрежесін көтергім келеді. Екінші очередь ол енді ақшасы не ғой, сапасына сай деген сияқты. Мен мысалы қазір ақшасына қуатын болсам, ол енді өтірік болып қалады. Менің қазіргі мақсатым сол бірінші дәрежесін көтеру ғой. Маған бүгін мына жерге разборға не үшін келдіңіз? Не етіп жатырсыздар? Бизнестің цифрасын көтеруге көмектесіп жатырсыздар, кеңес беріп жатырсыздар. Мен ойлаймын, сол құралдар арқылы мен өзімнің мақсатыма жетемін деген ойдамын. Сол үшін мен келген. Мынанша домбыра сатсам қуанар едім, мынанша табыс тапсам жақсы болар еді. Қараңызшы, бұл жерде сіз бизнес талдауға келіп отырсыз. Бизнесіңізді дамытуға көмектесіңіздер деген бір оймен келдіңіз, яғни маған бір кері байланыс бересіз деп. Сол үшін мен нақты сұрақ қойып отырмын. Ең бірінші әлі сіздің нақты мақсатыңыздың жоқтығын көріп тұрмын да. Яғни өте шашыраңқы. Соны айтыңызшы, маған нақты мақсат керек. Бұл жердегі сіз өзіңізге қаттандай сөзімді менің қабылдап қалмаңыз, себебі дәл осы сіздің арқылы мына жердегі отырғандар және мынаны көріп отқандардағы негізі проблема ашылып жатыр да. Көбісінде дәл осындай проблема бар. Яғни қазір ертең маған осы жерге мына орындыққа отырып, сендерді мақсатың не деген кезінде сендер жауап бере алу керексіңдер. Андай, мындай, несі бойынша миссияларында айтып кетесіңдер, не айтасыңдар? Жоқ, қараңыз, мен бұлай ғой, домбыраның мысалы дәрежесі үлкен деңгейде болса, оны по-любому қымбат бағаға сатасың. Көрдіңіз бе? Домбыраның дәрежесінде проблема жоқ. Қазақ домбыраның дәрежесін біледі. Қазақ оны бағалайды. Мәселе сізде болып тұр. Сол домбыраны именно неге мен сізден қымбат алмай жатқаныма клиенттің. Ол домбыраның несіне болып тұрған жоқ мәселе. Сондықтан домбыраның дәрежесі туралы пока әңгімені қозғамай қойық. Ол философиялық көзқарас, ол әркімнің өзінің несі бойынша. Бұл жердегі мәселе, қалай біз сіздің компанияңызды домбыра өндіретін және домбыраны сататын компанияны табысты компанияға айналдырамыз деген мақсат болып тұр бұл жерде. Вот сол үшін маған нақты сізге көмектесуім үшін маған нақты сіздің мақсатыңыз түсініп алуым керек та. Меруерт мырза, маған айына қазір мен мынанша домбыра сатып жатырмын. Түсіндім, бірінші проблема қазіргі алып жатқан адамдар арзан сұрай береді. Ол сізге ұнамайды екен. Не ұнамайтынын түсіндім мен сізге. Енді сіздің қалауыңыз $1000 қымбат болса, күшті болар еді маған. Сондай клиенттер болса, алатындай, сондай жаңағыдай төлей алатындай клиент болса. Ол бірінші мақсатыңыз, яғни қымбат төлей алатын клиенттер болса дегенді мен аударып алдым өзіме. Дұрыс па, дұрыс емес бұл мақсат? Бұл айтқан кезде енді частично келісіп. Жақсы, сенің мақсатыңды мен өзім шығарып алып жатырмын да қазір несі бойынша, өзің айтпағаннан кейін. Екінші нәрсе, ары қарай тағы не мақсат бар? Қанша домбыра сатқым келе ма, мысалы да, жарайды, $1000-дан мынанша домбыра сатқым келеді. Немесе мынанша тапсам жақсы болар еді айына қазір. Компанияның ары қарай не істеу үшін? Или компанияның қазір қарызы бар ма? Осы уақытқа дейін жиналып қалған несі бойынша? Жоқ, бізде қарыз ондай жоқ. Бірақ енді андай ғой, 20 домбыра жасап, арзанға, одан гөрі мысалы 5 домбыра жасап,
қымбатырақ сатсаң ол конечно выгоднее да былай айтқан кезде бәрі- тиімдірек иә бәріміз жақсы болар сондықтан да еді. Ерасыл мырза, есіміңіз Ерасыл, иә? дұрыс Ерасыл мырза, қараңызшы, бизнесте клиенттің түрлері бар. Арзан клиенттер болады, орташа бағадағы клиенттер болады, және қымбат Жоғары. премиум сегменттегі несі болады. Сіздің сатқыңыз келіп тұрған клиенттер қай сегментке жатады? орта жоғары Орташа жоғары. Нарықтағы орташа баға қанша? 200-150 мың теңге деп айтуға болады. 200-150 мың теңгелік. Иә. Жақсы. 200-150 мың теңге мен 200 мың теңгенің арасындағы баға. Жақсы. Енді екіншісі қымбаттау неге сатқыңыз келіп тұр? Иә. Ол қанша бағадан басталады? 1000 доллардан жоғары ма? Қалай ол? Или 250 мыңнан жоғары ма? 250-300 мыңнан жоғары кете береді ғой. Жақсы. Цех қанша домбыра шығара алады бір айда? Қазір қанша маман бар командада? Бізде қазір 2 адам, мен және қасымда тағы да бір жігіт бар. Осы 2 адам ғана жұмыс жасап жатыр. 2 адам жұмыс жасап жатсыңдар. Екеуіңнің мүмкіндіктерің бір айда сол цех арқылы қанша өнім шығара аласыңдар? Жарайды, осыдан келейікші. Мысалы 20-25 дейікші. 150 мен 300-дің арасындағы орташа баға 250. Мына 25 домбыраны көбейт енді 250-ге. Сөйтті қазір өзіміз бұл кісінің қазір план шығарып аламыз қазір. 250 мыңға. 6 миллион 250 мың теңге сенің айлық былай айтқан кездегі мүмкіндігің. 25 домбыра шығара алатын болсаңдар, инструмент шығарсаңдар, орташа есеппен 250 мың теңгеден есептейтін болса, сенің мүмкіндігің қасыңдағы көмекшіңмен бірге айына 6 миллион 250 мың теңге. Мысалы. Вот 6 миллион 250 мың теңге тапсаңдар, қуаныштысың ба негізі? Қанағаттанасың ба? Қанағаттанамын, қанағаттанамын. Жақсы, енді келеміз соған енді. Жақсы. Бір домбыраның 250 мың теңгелік домбыраның өзіндік құны қанша болады? Өзіндік құны ол енді жаңағы айттым ғой. Мен сізге нақты айта алмаймын. Ол ағашқа байланысты. Мысалы, ағаштың да мысалы бізде нақты поставщигі жоқ деген сияқты. Біз әртүрлі уақытта алған, мысалы бір уақыты болады, иә? Бізге ағашты жіберген кезде бір кезде қымбаттық бағаға жібереді деген сияқты. Бір кезде арзан бағаға жібереді. Бұл жақта андай емес та, мысалы біреулер бір нәрсеге кожа сатып алайық дейді. Иә, мысалы сумка тігетіндер бір жерде базардан барады да, мысалы бір жыл бұрын бір бағаға алып, мысалы 2 жыл осы жылы там разницасы аз деген сияқты. Бізде постоянно әртүрлі болып тұрады. Ағаш бір кезде жоқ болады, бір кезде бар болады деген сияқты. Бір кезде мысалы 50 мың теңгеге сатып аласың, бір кезде 20 мың теңгеге сатып аласың деген сияқты. Ерасыл мырза, қараңыз. Цифр болмағандықтан бізде бос әңгіме көбейе береді осы. Иә. Цифр болса, мысалы сіз маған айтсаңыз да, Мерук мырза, мен өткен айда 20 домбыра саттым. 20 домбыра саттым. Соның жалпы айналымы бізде бір 5 миллион теңге болды. Біз аламыз десеміз, 5 миллион теңгені аламыз да, жаңағы 20 домбыраға бөле саламыз да, сөйтіп бір домбыраның орташа бағасын шығарамыз. Орташа баға деген не сөз ол? Орташа баға әр домбыраға жеке-жеке қарамайсың сен. Өткен айдағы орташа бағаны шығарамыз. Өткен 3 айдағы орташа бағаны шығарамыз. Әртүрлі. Соңғы 1 жылдағы орташа бағаны шығарамыз. Сол кезде көрген кезде нақты орташа шығады. Біреу бар 350 мың алады, біреу бар 100 мың теңгеге алады, біреу бар 500 мың алады. Солардың бәрін бөлген кезде түсіндім. 4 миллионға саттық дейікші, ол 2 миллион алды, мен 2 миллионды алдым. Оның налогы бар, анонсы бар деген сияқты, сол ағаштары бар, клейі бар, наждагы бар, расходный материалы бар деген сияқты. Ол мысалы примерно 1 миллион 300, 1 миллион 400 дей алды. Мен де сондай 1 миллион 300, 1 миллион 400 дей алдым. Қалғаны бұл айтқан кезде расходный материал. Бұл жалпылама айтқанда. Қазір орташа ай сайынғы примерно сіз не істеп жатқан қазіргі болжамыңыз, иә? Өзіңіз айттыңыз. Жақсы. Түсінікті. Енді более-менее бір цифр шыға бастады. Қазір бұл айтқан кезде жыл сайын мастерлер саны көбеюде, бірақ тұтынушылар енді өсіп жатқан жоқ та сол қалпы. Енді бұл жақта мынандай мәселе ғой, жаңағы бренд қалыптастыру керек дейді, иә? Мысалы маркетинг жасау керек дейді, иә? Біз мысалы шеберміз, иә? Біздің бұл айтқан кезде менің нақты мысалы өзімде андай команда жоқ, маркетинг жасайтын, айтетін, бүйтетін деген сияқты. Көп сату үшін. Иә. Танымал болу үшін. Иә. Солай ма? Жақсы.
осыған жауап берейін, сонымен примерно түсінікті болсын, иә? Қараңыз, Ерасыл мырза, Қазақстанда мобилография десе кім еске түседі? Қыран Талапбек еске түседі. Жақсы. Тағы қандай сала бар? Детейлинг десе кім еске түседі? TI детейлинг еске түседі. Жақсы. Тағы кім бар? Кайдзен десе кім еске түседі? Майоран Сейсенбаев. Домбыра десе кім еске түседі? Мейрамбек Беспаев домбыра шығара ма? Кім шығарады? Кім бар домбыраны осылай мобилография сияқты дәріптеп отқан? Маған тек мәртебелі Мәртебелі деген қарындасымыз бар. Халық білмейді. Яғни вопрос неде? Герой жоқ. Яғни ең бірінші мобилография деген бүкіл әлемде ондай мамандық жоқ. Оны Қыран Талапбек шықты да өз көрсеткізді. Соның арқасында бір саланы бір тұлға қат дәріптеді. Егер сен өзіңнің былай айтқан кездегі өз салаңды ең бірінші амбассадоры домбыраның, ол сен болу керексің да. Яғни көрсетіп, қалай істеп атқандарын, қалай ол арқылы ерекше күй тартасың ба, одан кейінгісі сапалы домбыра мен сапасыз домбыраны салыстырып көрсетесің ба, мысалда. Әртүрлі жолдар контенттің тұрғысынан, яғни жоқ ешкім жасап отқан. Яғни халықтың арасында домбыра бойынша номер 1 кім десек, мүмкін сіздердің араларыңызда өздеріңіздің кәсіби деңгейде бір білетін шығарсыздар. Ана шебер бар, мына шебер бар, ана ұстаздар бар, ол саладағы мықтылар несі бойынша. Бірақ халық білмейді оны. Яғни халықпен жұмыс жасалынбай жатыр мүлдем. Көрсетпей жатыр. Ерекше контент, яғни көзге түсу, ол ешкім жұмыс жасалынып отқан жоқ. Сондықтан үлкен бос не тұр? Ниша тұр. Бос мүмкіндік тұр. Сіз енді не істеуіңіз керек? Осы бойынша мықты ерекше контенттер жасау керексіз. Соны көбірек көрсету керексіз. Халықтың алдына шығу керексіз. Яғни Қыран Талапбектер қалай мобилографияны, TI детейлинг қалай детейлинг саласын күшейтті, дәл сол сияқты сен де сол саланы алу керексің. Сол кезде сенде клиенттен проблема болмайды. Сол кезде сенде баға қоюдан проблема болмайды. Нарықта мысалы мен детейлинг саласын білем, мысалы. Бірақ детейлинг саласында TI-дан арзан өте көп компания бар. Өте көп компания бар. Даже примерно сондай жұмысты бір деңгейде жасайтындар да бар шығар. Бірақ бағасы арзан. Бірақ өзінің аудиториясын қымбат адамдар, былай айтқанда қымбат көлік алған адамдардың барлығы кімге барады? Талғат Итаевқа барады. Өйткені ол жарнама сол үшін үнемі көзге көрінеді, үнемі көрсетеді істеп жатқан жұмыстарын барлығын еркін ашылып көрсетеді. Алай, мәселе детейлинг саласында емес қой. Мәселе соны көрсете алмай жатқан кәсіпкердің өзінде. Домбыра саласында да әлі үстіп көрсете алатын, еркін болып аша алатын тақырыпты әлі кәсіпкер шықпай жатыр. Түсіндіңіз ғой? Сол үшін домбырадан ешқандай бағана айтасыз ғой, домбыраны күшейткім келеді, домбыраны несеткім келеді. Одан проблема жоқ. Тек қана соны көрсеткізіп, ерекше қылып, әдемі упаковать ете алатын кәсіпкердің болмай тұрғанда болып тұр да. Сол үшін неге сіз осы уақытқа дейін сол контентті дұрыстап қолға алмадыңыз? Қазір енді айтсам, сіз айтуыңыз мүмкін, Мерек мырза, жаңағыдай командам жоқ қой, мен күні бойы цехтамын ғой, мен жаңағыдай не істеп жатырмын ғой деп. Түсінікті, ол кәсіпкер ол өте көп бизнестің ішіндегі процестердің арасынан әйтеуір бір-екеуін таңдап алады да жүре береді. Вот менің де досым бар, Алмас Мұстафа деген досым бар, Дала Сазы деген, бұрын домбыра жасайды, ол да жаңа жетіген жасайды, анау жасайды, мынау жасайды. Иә, қол өнерді несі бойынша мықты шебер жігіттердің бірі. Мен де үнемі оған айтамын, Алмас, оны былай дамытқым келді, былай дамытқым келді, соңында мойындадым. Алмас дедім, мойындашы, сен кәсіпкер емессің, сен шеберсің. Ол кәсіпкер болғысы келе береді, бірақ әрекеттің бәрі шебердікші. Шығып, өткен кәсіпкерлік деген ол не ол? Ең бірінші етапта кәсіпкер ол сатушы. Яғни ол сата алу керек. Егер Алмас мынандай болды да, мамандар ал, оларды жұмыс еткіз, оларға тапсыр десең, ол ешкім етіп істей алмайды мен сияқты дейді. Любой шеберге барсаң, яғни маман бол, мықты маман ретінде мықтысыздар, бірақ кәсіпкер ретінде әлі қабілет жетіспей жатыр. Вот осы нәрсе. Сондықтан домбыра саласында қымбат сатудан да, көп сатудан да проблема жоқ. Тек қана соны сата алмай жатқан, соны көрсете алмай жатқан сіздерде проблема. Вот сол үшін енді не істейміз деген сұрақ туындайды осы жерде. Маған не істеу керек дәл осы жағдайда?
или сіз өзіңнің жеке брендіңмен мықты жұмыс жасауды үйренесің, көрсетіп, әртүрлі контенттерді. Егер мысалы сіздер еще андай ғой, көп байқаймын, ғылыми салада жүретіндер әсіресе. Университеттегі мұғалімдердің екі лига бар любой жағдайда. Бірінші лига бар, кәсібилердің лигасы бар, универдегі мұғалім өздерінің ғылыми жетекшілері несі бойынша. Екінші лига бар, халықтың несі бар. Мыналар үнемі не істейді? Жоғарыдағы тұрған үлкен кісілердің пікіріне өте тәуелді. Сен, чтобы өз мынандай әлеуметтік желіге шығып, менің домбырам ең күшті деп айту үшін, ана жақтағы үлкен кісілердің несен қорқат пікірінен. Анау ертең мен жайлы айтатын болса, масқара болам деген сияқты, мысалы. Вот сондықтан бұл жердегі нәрсе қара халыққа кім танылады, сол алып кетеді негіз. Ақша мына жақта. Қара халық несі бойынша. Мына жақта атақ дәреже, статус, ғылымине өзің, бірақ олардың лигасы бар өздерінің. Қайрат Нұртас халықтың әншісі, тағы бірақ өте одан да мықты әншілер бар. Анау не тұрғысынан қалай айтсам екен, музыкадағы білім алған, өте терең естетілген, дауысы да мүмкін керемет болуы мүмкін, бірақ халық оны танымауы мүмкін. Сондықтан халыққа шығу керек, халыққа көріну керек, халықтың тілімен сөйлеу керек контентті берген кезде, чтобы клиентіңді түсіну керек. Кім менің клиентім, не үшін алып жатыр ол, және оны қызықтыра алуымыз керек. Қазір өте көп зат бар да, домбыра бар, гитара бар, жетіген бар, анау бар. Енді домбыраның бәсекелес саласы бар. Қандай салалар ол бәсекелес? Телефон алады, басқа хобби болуы мүмкін. Сол кезде кімнің маркетингі жоғары болады, сол алып кете береді болды. Біреу шахматқа барайын деп тұрып, домбыра ала салады. Вот. Сондықтан кім өзіне назар аударта алады, сондықтан қазіргі заман нағыз назар аудартушылардың заманы. Кім өзіне халықтың назарын аудартқызып, көрініп, ұялмай, қысылмай, беті қалыңдардың заманы қазір. Сондай болып қалды қазір. Сапалы, мысалы, сіз айтуыңыз мүмкін, Мерек мырза, бір жігіттер бар, сатып жатыр енді. Тура сіздің салаңызда 6 миллион деген сума андай ойнап жүріп тауып жатқандар бар. Бірақ сапасы сізден төмен. Сіз сияқты тәжірибесі де жоқ. Үлкен нені көрмеген, бірақ олар не істейді? Сата алады. Олар өзін көрсете алады. Олар ұялмайды, халықтың алдына шығады. Міне, керемет домбыра мынау деп. Сөйтесіздер, сіздер мына жақта істейсіздер, реніш пайда болады сізде. Йо-май, менің өнім мынандай. Менде одан да көп тәжірибем бар. Бірақ сауда жоқ сенде. Түсініңіз ғой? Сондықтан кішкене мына әлеуметтік желінің заманына келуге орай, маркетинг, тиктоктың, инстаграмның заманына орай сондай бір какой-то кезең басталды. Міндетті түрде кейде даже сапалы тауар емес. Кім қатты шуылдайды, солар алып бара жатыр ғой негіз. Шуылдауды үйрену керек әдемі. Мен сізден осы нәрсені көріп тұрмын. Ол бірінші, пока осы несі бойынша. Бірақ сізге кәсіпкер болам дейтін болсаңыз, цифрды қою керек. Бизнес цифрландыру керек. Толыққанды. Хотя бы күніне қанша домбыра саттық? Нешеу былай айтқан кезде домбыра кетті, жетіген кетті. Аптасына қанша саттық? Айына қанша саттық? Орташа баға қанша шықты? Бір таблица толтырып жүріңдерші. Сол кезде, осындай кезде мен саған дұрыс былай айтқан кездегі кеңес беруім үшін, сендерге бере алуым үшін маған цифр керек. Маған цифр болмайтын болса, мен кеңес бере алмаймын. Мен диагноз қоймаймын саған элементарно. Қазір қойып отқан диагнозым бизнесін дұрыс жүргізбейтін кәсіпкер деген ғана диагноз болып тұр, түсінбейтін әлі. Жақсы шебер шығарсың, о жағынан менің мүлдем нем жоқ, күмәнім. Бірақ екінші рөл сенде кәсіпкер деген рөл ғой. Біз екінші адамды кәсіпкерлікке байланысты оның компаниясының атауынан бастап, компанияның атауы бар ма? Нұрбек шебер деп қойғанбыз. Одан вопрос бірінші кетті. Одан кейінгісі логотип бар ма? Логотип бар. Одан кейінгісі сіздің жаңадай цехың немесе бір шоурум бар ма? Халық кеп көретін. Одан кейінгісі не бар? Сайттарың бар ма? Одан кейін парақшаларың дұрыс упаковать етілген бе? Осының барлығы клиенттің сенімен қарым-қатынасқа түсетін жерлерінің барлығы сенің маркетингіңіз ол. А осы жерде біз қадалып жатырмыз да. Сол үшін осы нәрселердің барлығын сіз кәсіпкер ретінде меңгеру керексіз. Шебер ретінде болды, сізден артық домбыраны ешкім жасай алмайды. Оны мойындайық. Ендігі сіздің жаңа өсу зонаңыз, өсу территорияңыз мына жақтар енді. Бизнес цифрландыру, бизнесті жүйелеу, командамен жұмыс, жеке бренд, әлеуметтік желіге шығу, көбірек сатуды үйрену. Түсіндіре алдым ба?
түсіндіре аламыз. Енді екінші неңізді күшейтіңіз. Егер мойындасаңыз, мен кәсіпкер емес екем. Мен одан қайта біреу күшті сатып атқан біреу болатын болса, ең мықты домбыраны жасай берейінші. Сататын адам, мен саған домбырамен қамтамасыз етіп отырам. Алда қаншаға, мен саған мынанша бағадан берем, қатты не қоймаймын. Бірақ мен өндірісті жақсылап жолға қоям. Мысалы, Қытайда не үшін? Сіз танымайтын, мысалы, енді бәріміз білеміз, Apple болсын, Nike болсын, барлық Қытайда шығарылады. Оның фабрикасын кім тігіп атқан білмейді ғой ешкім. Бәріміз білеміз, Nike'ті білеміз. Бірақ оның фабрикасы тура сол сияқты. Сіз де ондай кезде көнесіз. Мен өндіріспін, мен өндіріс жағын мықты жолға қоя аламын, мықты домбыра шығарып бере аламын. Орташа, жаңағыдай, арзан клиенттер үшін де, орташа клиенттер үшін де, және қымбат клиенттер үшін де. Ар жағында дилер дейсіз ғой, табу керек. Ары қарай уже сататындар уже сата берсін. Бәрін өзім істеймін деген нәрсе болмайды. Еще өндірем, еще өзім сатам, еще танымал болам дейсіңдер да. Вот уже үш рөлді алып қойып жатсыңдар біз айтқан кезде. Масат мырза, не қосасыз? Былай сандар арқылы талдап көрсек те болады негізінде. Егер былай нақтылап кететін болсақ, бұл проблема тек сізде ғана емес, бұл целом былай шеберлердің, фрилансерлардың проблемасы. Өйткені сізге клиент келеді, сіз ол клиентке бір рет қана сатасыз, даже если 5 миллионға болсын, миллион теңге болсын, все, сіз оған өте сапалы домбыра бердіңіз. И ол жүреді сол домбырамен жылдар бойы жүру мүмкін. Бірең сараң там қайтып келуі мүмкін, иә. Вот. И сол кезде былай болады да, бірде жаңа клиент келеді, сіз оған сатасыз, а келесі ай уже сізге қайтадан жаңа клиенттерді шығару керек болады. Сондағы сіздің уақытыңыз екіге бөлініп кетеді де, бір жағынан сіз жұмыс істеп жатырсыз, сатып алған адамдардың енді тапсырыстарын өңдеу үшін. А бір жағынан еще сіз жаңа клиент іздеп жатырсыз. А егер де сізде мына жерде жаңа клиент келмей жатыр, иә, мына клиенттердің уже товарларын беріп қойдыңыз, домбыраларын істеп қойдыңыз, ақша бітіп жатыр. Заказдар әлі тұр. Не істейсіз? Енді жаңа клиент іздей бастайсыз. Ана жерде уже заказ тұра береді, орындалмай. А сізге уже ақша табу керек те, шығындарды жабу керек. Бұл проблема көбінесе фрилансерде кім разовый услугаларымен айналысады. Мысалы, кім сайт істейді, дизайнерлер, оларда да тура сондай проблема. Олар деген клиент келеді заказ істеуге сайтқа. Ол сол сайтын істейді, пока сол сайтын істеп жатыр, оның уақыты жоқ жаңа клиент табуға. Ақша бітеді, ақша біткеннен кейін бір жағынан ана заказ бітпеді, ол барады да жаңа клиент іздейді. Іздегеннен кейін барып, мына жердегі тапсырмасы қалып қалады да, ар жағынан уже сатып алған клиент шағымдана бастайды. Менің заказым не болды, үлгеріп жатсың ба, қалай мынау сапалы ма деп. Сөйтіп фрилансерлер андай бір неде қалып қалады да, бір кругта қалып қалады. Күні түні сол бір операционка, сол бір зат. И ол былай ойлайды да, мен бір жағынан ақша тауып жатырмын, бірақ та бір жағынан ол ақша кетіп жатыр. Мен вроде бы менде клиенттер бар, а вроде бол жоқ дейді. Вот. Бұл стандартный жаңағыдай шеберлердің, фрилансерлардың проблемасы. Тек қана домбыра саласында ғана емес. Бірақ егер де былай есептеп қарайтын болсақ, сіздің мүмкіндігіңіз бұл деген 25 домбыра болып тұр айына. Миллион деп есептейік. Мысалы, егер маған 25 заказ түсетін болса, менің мүмкіндігім, иә, мен осы 25 домбыра 1 миллионнан тұратын болса, мүмкін ба? Мысалы, 25. Үлгересіз бір айда, иә? Бір айда енді үлгермейтін шығар. Үлгермейсіз. Оның мынандай ғой, аспапта, иә, өзінің жұмсайтын уақыты бар. Көрдіңіз ба? Әр ағаштың өзінің былай айтқан кезде қиыншылықтары бар деген сияқты. Сосын әр аспаптың мысалы өзінің дизайндары бар. Бір домбыраға былай айтқан кезде қарапайым дизайн саласың. А бір домбыра мысалы қымбат болғаннан кейін оған күрделі ою саласың, күрделі дизайн жасайсың. Қанша домбыраны істеп үлгересіз бір айдың ішінде? Миллион теңгеден болсын. Мысалы бір 10 домбыра шығар. 10 домбыра дейік. Ондағысы бізде уже қызық болып жатыр. Егер мен бір айда 10 домбыра сатсам, әрқайсысы миллион теңге тұратын болса, ондай жағдайда мен 10 миллион теңге табу мүмкінмін. Хорошо. Ендігісі сұрақ келеді. 100 адамның ішінен қанша адам бір домбыраны сатып алады миллион теңгеге? Біреу шыға ма? Жоқ дегенде. Біреу шығу керек. Біреу шығады. Значит, егер де маған 100 адам келсе, оның 1%, бұл бізде уже конверсия шығып жатыр, домбыраны сатып алады. Бір. Хорошо.
Енді бұл жерде енді мәселе былай болып тұр ғой. Мына 100 адам келді. Енді менің ахватым қандай деген. Ахватым қандай деген кезде, бұл жерде мысалы маған 100 адам жазады, келеді именно сұрақ қойып не қылып. Ондай жағдайда маған бұл жерде ахват керек, чтобы мені көбірек адам көріп, сосын жазатындай. Егер мен бұны 1000 деп алатын болсам, 1000 адамның ішінен 100-і маған жазады, 100-інің ішінен 10 алса дейсіз ғой. біреу ғана. Біреу алады. Ал енді мен енді арттан барам. Маған мына жерде 10 керек, значит маған 1000-і жазу керек. 1000 дегеніміз, значит ол 10 000. Ендігісі талап келе жатыр. Қалай мен қазіргі мүмкіндіктеріме қарай 10 000 адамға ахват істей аламын. Мен туралы 10 000 адам білу керек, көру керек. Өйткені 10 000 адамның ішінен 1000 адам маған жазады, оның ішінен 10-ы сатып алады. Бұғанға дейін реклама жүргіздіңіз ба? Реклама жүргіздім, Instagram арқылы да, TikTok арқылы да деген. Сізге мына 100 адам керек жоқ. Бір сатылым істеу үшін сіз 99 жоқты есту керексіз. Сол кезде мына ішінен біреуі түсінетін, андай бүйтіп, оған айтып не түсіндірудің қажет жоқ. Жай көрсеттіңіз, все. Ол ала салады. Бұл жерде сондағысы ой қалай кеп тұр? Маған бұл 100-ден біреуі түсінетін болса, онда маған 1000 керек. 1000 мен туралы білетін. 1000 адам мен туралы білсе, оның ішінен 100-і шығады қызығып. 100-інің ішінен біреуі түсінеді. Ал егер маған 10-ын сату керек болса, ондай жағдайда маған 1000 адам жазу керек. И оның ішінен 10 000-ы мені көру керек. Біріншіден, контентті дамытып атса, оны дамыта беру керек. Бірақ бұл жерде мен кішкене бір маманды қосар едім. Біріншіден, контент жасаймын да, SMM-ді қоямын. Лучше ол жерде енді орташа SMM болса, ол контентті жақсы жүргізеді. Ал сіз ол істей алмайтын жұмыс істеу керексіз. Күшті домбыраларды істеу керексіз. Ал енді бұл клиенттерге қалай сату керек деген кезде, бұл жерде енді ассистентті қойға болады. Ассистент деген кәдімгідей домбыраларын, видеоларын жіберіп, айтып берсе болды. Қаласа, келіңіз біздің шеберханамызға келіңіз. Көріңіз қалай бұл домбыра істелінеді. И сол кезде ана білетін адам, кәсіби түрде айланысатын адам, ол ана шеберхананы көрсе, ол түсінеді, что окей, бұл тұрады бағасына. Тұрады бағасына. Посредник емес деп уже. Сондағысы сіздің контентіңіз ол жай не түрінде, сіздің шебер екеніңіз дәлелдейтін түр. Серіктестік моделі сізге жаңағыдай ахват алып келеді. Ұстаздардан мысалы, сізде бір ұстаз болса, бір ұстаздан бір айда 10 оқушы болса, ол 10 оқушының бір жылда 100 оқушы болады. 100 оқушының ішінен біреуі шығады ау. Мен ары қарай оқуға бара жатырмын, консерватория дегендей, солардан біреу шығады. И сол шықса, мен жаңағыдай ұстазға өзімнен жаңағыдай бонусын берем. Мысалы, мінекей 500 000 теңге сатып алды, мінекей 10% 50 000 теңге. И кімге де жақсы, клиентке де жақсы, и ұстазға да жақсы. Сол кезде менде не болады? Мен ана рекламаға тәуелді болмаймын да. Менде заказдар постоянно түсіп тұрады, ұстаздардан келіп жатады. Мен мына ұстаздан деп. Сол кезде кішкене бір тұрақтылық келеді. Ал енді артылып жатқан ақшаны әрине де рекламаға салынады. И ол рекламаға салынған кезінде мына модель түсініп отыру керек. То, что егер де менен алатын болса, тек 1% ғана алады, қалғанын мен басқаларға беремін. Менің ойымша как-то осылай болып тұрған сияқты. Бұл проблема именно фрилансерларда болады. Түсіндіңіз ба? Түсіндім. Екі жақтан? Барып енді бір нәтижесімен бөлісіңіз. Алдағы уақытта сізді уже нәтижесін күтеміз енді. Берік мырза, Мақсат мырза, міне менде мынандай өзгеріс болды. Мынанша саттым міне. Мынаны жүзеге асырып едім, мынандай нәтиже берді. Енді ары қарай мен тағы да 10 миллионды қалай 50 миллион жасаймын деп сөйтіп келіңіз енді. Амин. Рахмет. Көп рахмет.